махаббат деген қайға кеткен өзі? Махаббат деген не керегі бар мынау өмірде, мен соны түсінбеймін я. Анау айтпақшы, Тукамы кім айтты? Махаббат барға бар, жоққа жоқ деп. Бауыр басып, өмір сүріп, балаларың болғаннан кейін сыйластық керек, махаббатты қайтесің? Қызғанып бір-біріңді, ана міне ачык-пачык. Қызғанған деген бір сауап дей ма? Мынау дінде өзіп шығарып апты ғой, енді дінде бар болса бар шығар. Оның не керегі бар? Соны алып, жаңағы біздің дінге кіріп кеткен балалар қызғану деген дұрыс деп есептеп жатқандар бар ғой. Қызғаныштан шығып жатыр пәлен барлығы. Махаббатына рахмет, бізге сыйластық керек. Бір үстелдің басында тұрып шүйіркелесіп шай ішсең, сол сыйластық махаббатына рахмет. Жоқ, махаббаттан не пайда тауып жатыр жұрт? Бір-бірін қызғанып, неше түрлі тірлік істеп жатыр. Бір-біріне ерегес. Ана балаларды өмірге әкеліп алдың ба, соны ары қарай өсіріп өндіру керек. Сол махаббат негізі. Мына жастарға айтайыншы, сен қазір үйленіп алған болсаң, сендердің ана махаббат деп жүргендерің далбаса, махаббат 10-15 жылдан кейін келеді екен. Рас? Ортақ жаңағы дүниең болып жатса, еңбектеніп алған, балаларың болып жатса, сол балаларына бір жетістік қызық көріп жатсаң, елдің батасын алып жатсаң, өзіңнен өзің ғашық болып, өзіңнен өзің махаббат пайда болады. Міне саған махаббат. Сәл шыда, махаббатқа жету үшін бірталай тірлік істе. Содан кейін махаббат болады саған. Қазір не керек ана жалпылдаған махаббат? Bir күн жанып, бір күн өшетін махаббаттарыңа. Рахмет. Мына қазір телевизор дегенді бар ғой, бала-шағамен отырып көре алмайсың. Адам ұялады. Хабарынан ол ұяласын, жаңалығынан ол ұяласын. Бала-шағамен баяғыда стөлдің басында отырып телевизор көруші қой. Қазіргі телевизордегі жаңалықтан баяғыда Кашпировский артық. Не бір жаңалық, не бір оқиға, не бір сұмдықты айтқанда баламен отырып ананы көре алмайсың. Рейтинг қуып жатыр, кім керемет жаңалық береді дейді. Керемет жаңалықтардың түрі жаңағы зорлап кетті, өлтіріп кетті, өртеп кетті. Еті құрсын соны істеген адамдардыңшы. Бірақ соны соншалық жария ету керек па? Баяғы заманда да неше түрлі оқиғалар болған ғой. Оны аналарымыз бір-біріне амалының жоғынан сыбырлап айтқан. Керек десең қасқырдың атын атамаған қазақ қой. Жаман жаңалық құрсын, беті аулақ деп айтпаған. Бізде қазір жарията жар салынып жатыршы. Бала отыр екен, шаға отыр екен деген әңгіме оларға піштеу болды ғой. Отырмыз бәріміз, бетіміз бажырайып жаңа қойып қалсақ, неше түрлі сөзді айтып жатыр. Ана каналға қойсаң, о каналда да ойбай, бүге-шүгесіне дейін қаттап айтып беріп жатыр ғой. Қайыққа барамыз? Сендерге қарағанда сандырақтап жүрген блогерлер артық болды ғой. Қазіргі телевизор қоғамды тәрбиелейтін айна болмай қалды. Телевизор көрмейміз деп отыр ғой біраз адамдар. Көрмейміз дейді. Не үшін көрсетіп отырсыңдар енді? Не үшін көреміз? Құдай-ау, мына телевизорды өртеп жіберу керек негізі.